Павлодарда бір топ шенеунік 13 жыл бойы заңсыз зейнетақы рәсімдеп келген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро мамандарының мәліметінше күдіктілер қатарында облыстық департамент басшыларының орынбасары Лукашова, бөлім басшысы Смағұлова және өзге де тұлғалар болған. Олар 2005 жылдан бері жасы зейнетке жетпегендерге зейнетақы рәсімдеп заңсыз қызметтер үшін белгілі бір мөлшерде ақы алып отырған. Экс-шенеуніктер ниеттілерді іздестірумен өздері айналысқан, алаяқтық істерін жүзеге асыру үшін мұрағат анықтамасы, ядролық полигон аймағында тұратындығы және баланың туу жайында құжаттарды қолдан жасаған. Күдіктілердің кесірінен жалған зейнеткерлер көбейіп, қазынаға қыруар шығын келген. Аталған қызметшілер ұзақ уақыт бойы және жүйелі түрде өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін пайдаланып, 300 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін ақшалай сыйақы үшін зейнеткерлік жатқа жетпеген Павлодар облысының тұрғындарына заңсыз зейнет төлемдерін рәсімдеген 50-ден астам жалған зейнеткерлер анықталған. Мемлекетке 120 миллион теңгеге жуық залал келтірілген. Айыпталушының біреуі үй қамағына алынды, екіншісі қамауға алынды. Қылмыстық іс тергеумен аяқталды. Сотқа жолдау үшін айыптау актісімен прокуратураға жолданды. 70 мыңнан астам астаналықтың есеп шоттары бұғатталуы мүмкін. Оған уақытылы салық пен айыппұлдардың төленбеуі